Тамақ ішіп отырмын да. Bir haftada bir dosumda Quvant деген bir рубрика ашқым келіп жатыр. Бүгін қасында тамақ ішіп отырған сәт түсіп қалған. Тимур екен. Тима қандай алды? Көрдіңіздер ме, Тима әлі білмейді. Бірақ мен Тиманы басқаша қылып айтып жатамын. Бүгін өзім сертификаттар болып, Тимаға рет Тима. Бүгін біз бір жерге тамақ ішіп алып шықтық. Қайда алып жатыр мен. Қайырлы кеш, қайырлы күн достар. Бізде үйде жатыр, біздегі қонақта аян жеп жатыр. Бүгін қонақтамыз. Қолымызға өзіміздің тәнді акацакимізді алып келдік. Аян сторисінен көрсеңдер, акацаки осы жаққа келіп отыр, короче. Енді қазір жақсылап тұрып тамақ ішіп нәртатып алып, сосын не істейміз? Стримға кіреміз. Стримға кіріп біраз көптеген сұрақтарға жауап берейік ол екеуміз. Давай. Достар, біз стримді күтіңіздер TikTokта. Бір жарты сағаттан кейін кіреміз. Ассалаумағалейкум достар, қайырлы кеш, қалайсыздар? Демалыс қалай өтіп жатыр? Бізде бұйырса бүгін ертең демалыс. Одан кейін дүйсенбі күні 14:30-дан бастап Қослай жобасымен бірге боламыз. Достар, айта кететін нәрсе, Қослай жобасының ұл қыздарына үміткер болып келем дейтін болсаңыздар, астыға ссылка номерді тастайын, соған хабарласып, өздеріңіздің таңдаған адамдарыңызға үміткер болып келсеңіздер болады. Кештеріңіз қайырлы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін. В общем, адамдарға құсқаның салсаң, құсқаныңды анамайды. Мен біреуге доказать етемін деп салған жоқпын, просто кішкене не болсын дегенім ғой. Андай ғой, күресуге тырысып жүрмін да, барынша үйде жатып қалмай, бір жаққа шығып кетіп, боянып, ұмытып деген сияқты да. Но вот так вот тарасындағы сөйтіп қысып аламыз. Жеңілдігін берсін енді Алла. Просто история болсын деп салғаным ғой, а так ешкімге доказать етпеймін ғой. Просто көбісі сөйтіп жазады да. Ой, сіздікі тәлпіштік сияқты, қысып атқаныңызды бір көрмейміз, әп-әдемі болып боянып алыпсыз, ал біз болсақ қопырап жүріп деп та. Енді әр токсикоз әртүрлі болады ғой. Әр токсикоз әртүрлі болады. Үшінші баламда мен вообще не только бояну, вообще сотка ұстай алмайтынмын ғой. Бір звондаса құсатынмын ғой, сенесіңдер ме? Ал, всем добрый день. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы күн болсын. Кеше ғана Алматыда жүрек, бүгін Шымкенттеміз, құрметті жақсылар. Сторис салған, мүлдем уақыт болған жоқ. Қазір бір жақсы бір жанның үйіне келіп жатырмын. Құдай қаласа. Сол. Қалайсыздар достар, біз деген мынандай жолдамыз. Қазір таңғы тамақтануға тоқтадық. Осындай жерде. И, короче, бүгін біз бір жерге барамыз. Өте күшті жер. Әдеттегідей табиғат, тау. Білесіздер ме, сәл қолым босаса, бірден тауға кетіп қалам. Мамам да сол нәрсеге үйретіп қойған сияқтымын. Енді мына жақтың уже ауасы өзгеріп жатыр. Қаладан шыққан соң. Рахат.